Қарасазда дүниеге келген қарғаның ақ балапаны. Табиғатта өте сирек кездесетін құс. Большая редкость. Белая ворона. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Алла, айналай халқым, айналай нелі жұртым, көпшілігім ауылымызға ақ қарға келіп қоныпты. Бұл нышананың бір түрі ғой бізге келген. Жаман бала қоймаспыз, ақ қардай жарылқасын деп жіберген ғой Алла тағала. Жаңғыз бізге өліп жатқанымыз жоқ, жер анада күзеліп жатыр. Соған көпшілік бәрімізді жұмылып, Алладан сұрайық, Алла жаратқан елден сұрайық көпшілік. Бұрында болған екен осындай жағдай болған екен, 1937 жылдары болған екен. Менің үлкен аталарым айтушы еді, 37 жыл туғайсы қарағым. Сонда қиын жағдай болған. Көпшілік бәріміз Алладан тілегенімізде арты жақсылық болған дейді. Мына ауылымызға ақ қарға, ақ ниетімен келген ғой. Жер анада қорланып атқан ғой. Жер ана Хауа анамыз да күзеліп жатқан ғой халқым. Аллаға сыйынайық, артын күтейік, дүрбелең жасамайық. Ақ қар, ақ ниетімен келген ғой. Онша дүбірлемей, Құдай тамағымызды, жеті шелпеңімізді аямайық, Алладың жақсылығына аямайық халқым. Қорықпаңдар. Ол ауылымызға келген бір ниеті жақсы қарғалар шығар. Тілеуі жақсы шығар, қорықпаңдар. Көпшілігін білуші едім, мен қазір аяқ асты естіп, не айтып, не қоярым білмей жатырмын. Мен үлкен анамын, 90-да алқымдаған шырақтарым. Бәріміз бірлесейік, бір ниетте болайық шырақтарым.